Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жезқазғандық азаматтар жайында болмақ. Ұлы Отан соғысы жалпы биыл 76 жыл. Ұлы Отан соғысының тарихы бұл бүкіл әлемдегі халықтардың тарихымен тікелей байланысты ірі тарихи, саяси 20 ғасырдағы әлі толық зерттеу аяқталмаған ірі тақырыптардың бірі болып табылады. Сонымен қоса, Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстан соғыс арсеналы болды деген үлкен тарихи түсінік қалыптасқан қазіргі кездегі тарих ғылымында. Жалпы қазақ жеріндегі өндірілген кен орындары, мыстар, басқа да түсті металдар ғана емес, сонымен қоса Қазақстанның жерінен соғыс кезінде мобилизацияға ұшыраған, яғни соғыс қимылдарына тартылған жүздеген мыңдаған адамдар бар. Соның ішінде біздің өңіріміздің азаматтары, яғни Ұлытау, Жезқазған елінің азаматтары да баршылық. Жалпы Қазақстанның жері, оның ішінде орталық Қазақстан ертеден бері көне жалпы металлургияның орталығы, жалпы кеннің орталығы болып келеді. Ал сіздер жақсы білесіздер, соғыста техниканы жасау үшін, соғыстағы қимылдарды жүргізу үшін сол кездегі қаруды жасайтын металл қажет болды. Мысалы, Қарсақбай мыс қорыту заводы сол кездегі іске қосылайын деп дайындық жұмыстары жүргізіліп жатырған Жезқазған руднигіндегі кен орындар осы өңірдегі жалпы қазақ өндірісінің дамуына түрткі болды. Біз тарихтан білеміз, Қарсақбай мыс қорыту заводында 10 оқтың 9-ы соғыс жылдарында Қарсақбай мыс қорыту заводында жасалынғандығын. Сонымен қоса, Қарсақбай кен орындарында, одан кейін бар Байқоңыр, Жезқазған кен орындарында ірі кен қабаттары алынды. Мәселен, 41 жылы 1000-ға жуық кен орны кен берілетін болса, 42 жылы одан 4 есе, 5 есе кен орындары көптеп берілді. Ал мысалы мыс балқымасын алатын болсақ, мысалы 1000-ға жуық мыс концентраты сол кезде берілетін болса, 42 жылы ол 10 есе, яғни бірнеше есеге көп мыс балқымасы берілді. Міне осындай тарихи деректердің өзі сол кездегі Жезқазған, Қарсақбай өңіріндегі жалпы металлургияның, оның ішінде жалпы осы өңірдегі табиғи таза байлықтардың соғысқа қаншалықты жұмылдырғанын байқауымызға болады. Жалпы осы өңірдегі тарихи мыс кен орындарынан басқа да полиметалдардан басқа осы өңірден сол кездегі Ұлы Отан соғысының тарихында қалған ірі атақты тарихи тұлғалар да шықты, жауынгер тұлғалар да шықты. Мысалы, біз сол жауынгерлердің ішінде мына азаматтарға назар аударуымызға болады. Солардың ішінде өзіміздің жерлесіміз Ұлытау, Жезқазған өңірінде дүниеге келген 3 мәрте толық кавалер ордені болған Үншібаев Жақсыбек деген азамат. Бұл кісі сол кезде Майдан даласында жас кезінен кетіп 4
жыл бойы соғыс қимылдарына қатысып, ірі ерлік көрсеткен. Міне осыған байланысты біздің тарихи өзіміздің санамызды, тарихи өзіміздің дүниемізді қанағаттандыруымызға болады. Сонымен қоса жауынгерлерді ғана емес, сонымен қоса сол кездегі кеніш орындарында, мыс қорыту заводында жұмыс істеген тыл ардагерлерін айтуымызға болады. Солардың ішінде Ысқақ Анарқұлов сияқты майталман еңбек ардагерін айтуымызға болады. Сонымен қоса мыс балқытушы Жүсіп Мұзафар, Ысқақ Анарқұлов, Рахметов, Байболатов сияқты тұлғаларды айтуымызға болады. Міне осы тұлғалардың барлығы музей қорындағы экспозицияда бізде сақталынған. Бұл тұрақты түрде тұратын экспозиция сол кездегі Ұлы Отан соғысы кезіндегі біздің майталман азаматтардың тек қана соғыста емес, тыл еңбегінде де өздерін жақсы деңгейде, жақсы көрсеткішпен көрсеткендігін айтуымызға болады. Соғыстың алғашқы және ең қиын кезеңінде Жезқазған кеншілері алдына қойылған міндеттер орындалды. 1941 жылдың соңына қарай кен өндірудің тәуліктік нормасы едәуір асып түсті. Мәселен, Қарсақбай зауытының қажеттілігін толық қамтамасыз етуге және жылдық жоспарды 250%-ға орындауға мүмкіндік берілді. Егер 1941 жылы 53 мың тонна мыс кені өндірілсе, 1942 жылы 605 мың тонна мыс өндірілді. Қарсақбай мыс балқыту зауыты 1941 жылы 1500 тонна мыс өндірсе, 1942 жылы 19.800 тонна мыс өндірді. Сөйтіп, қарсақбайлықтар Ұлы Отан соғысына үлкен үлес қосты. Рекордтық қысқа мерзім ішінде Жезді марганец кенішінің қорғаныс кәсіпорны өсті. Жезді кенішінің ашылуы да қажет болды. Өйткені 1942 жылдың қысына қарай Гитлер әскерлері Никополь мен Чиатурин марганец кеніштерін басып алды. Марганец кеңес танктерін, ұшақтарды және кемелерді киген стратегиялық металл болып табылады. Геологтар Жезді шатқалында Жезқазғаннан 45 шақырым жерде марганец кен орнын зерттеді. Онда марганец кендерінің ірі қорлары анықталды. Бұл жұмысты Қаныш Имантайұлы Сәтбаев басқарды. 1942 жылдың 12 маусымында 38 күннен кейін кен орны алғашқы тонна кенін берді. Соғыс жылдары Жезді марганец кеніші КСРО-да өндірілетін барлық марганец кендерінің 34,6% берді. Кейбір айларда Жезді кеніші Магнитогорск комбинатының марганец кендеріне қажеттілігін 50-60%-ға қамтамасыз етіп отырды. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.